жедел жәрдемдегі мамандардың жалақысын көрсеңіз жылайсыз. 100 мың водитель, өткенде жылап жүр, өздері. фельдшерда 300 мың көп болса, дәрігер кім барады ондай ақшаға? Біз айтамыз, ақша бар, бірақ сапасы төмен. Ақша жоқ. Шынын айту керек. 5 есе, 6 есе көтеруіміз керек. Мысалы, жедел жәрдемді дұрыстап ішіне монитор, дефибриллятор қою үшін ол тез тозады. Машинаны өзгертуіміз керек. Ол ақша. Екінші мәселе, жаңағы жедел жәрдеммен ауруханаға келеді. Біз ол жерде арнайы реформа жасаттық. Триаж система деген сортировка жасаймыз. Мүмкін көргенсіз қызыл, экстренный, значит, сразу сол жерде реанимация жасайды. Сары болса, сол жерден көреді арнайы комнатаға. Коридорда тұрмайды науқастар. Уже отдельный комнаталар болады, дәрігерлер өздері келіп қарайды. И жаңағы жасыл, ешқандай экстренный проблема болса, олар күту керек. Себебі мынау дәрігерлер шай ішіп отқан жоқ, кино көріп отқан жоқ. Мынау қызыл мен жаңағы сары науқастармен айланып жүр. Себебі штатный расписаниелар